Бұйыл ол жеңіске 75 жыл. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды. Ордабасы ауданынан соғысқа аттанған 141 майдангердің есімі енді туған туыстарының көз алдында болмақ. Жеңіс күніне орайластырып, Қайнар елді мекенінде жауынгерлердің есімі жазылған тақта орнатылып, жаңа ескерткіш бой көтерді. Ескерткішті орнатуға Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Мұрат Тағаевтың демеушілігімен және ауыл азаматтары да бір кісідей атсалысқан. Тағзым алаңына жиналғандар халқымыздың даңқты ұлдары мен қыздарының қан майдандағы өшпес ерлігі ешқашан ұмытылмайтындығын, уақыт өткен сайын бұл ерліктің шоқтығы биіктеп, даралана түсетіндігін жеткізді. Ер есімін ел сақтар. Міне, жеңіс деген хабардың жеткеніне де биыл 75 жыл. Осыған орай, Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта мектебінің алдына қаһарлы соғыс жылдары елінің бостандығы үшін мерт болған жауынгерлерге ерекше құрметпен ескерткіш орнатылды. Бұл жауды тізе бүктірген жеңіс мерекесіне орай аға ұрпақтың өшпес ерлігіне бас ию. Болашақ ұрпақтың бейбіт өмірді құрметтеп, қанқұйлы соғыс зардабының қандай болатынын естен шығармау үшін мектеп алаңшасында бой көтерген монументке Ордабасы аудандағы ірі кәсіпкерлер мен ауыл азаматтары келіп, тағзым етіп, бір сәт үнсіздік жариялады. Кешегі Ұлы Отан соғысы жылдарында осы Қайнар елді мекенінде 40-50-де ғана үй болған екен. Сол 40-50 үйден Ұлы Отан соғысына аттанған сарбаздардың ішінен 60-ға жуық боздақ елге оралмапты. Кейінгі деректерге қарағанда ол 84-те болып есептелініп жатыр. Ал енді сол боздақтарға арнап 1983 жылы жеңістің 40 жылдығына орай біз осы жерге ескерткіш орнаттық. Ескерткіш жаңаратын уақыт болды. Олы жеңістің 75 жылдығына орай осы ескерткішті мынау Қайнар Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Тағаев Мұраттың демеушілігімен және сол кісінің бастамасыменен жаңадан мінеки ескерткіш орнатылып отыр. Жеңістің 75 жылдығына орай міне бүгін ескерткіш дайын болып тұр. Бұл ескерткіш жалпы жас ұрпақты патриоттық тәрбиелеуде маңызы өте зор. Ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Осы бір үлкен торқалы тойды әрине бүткіл кеңес одағындағы сол кездегі барлық азаматтардың бәрі ұмытпайды. Оның үлкен қаншама азаматтардың өмірінің қиылғаны туралы да қазір жаңа деректер шығып жатыр. Соның аясында біз де осы Қайнар ауылында биыл бір өзіміз 75 жылдың аясында осы бұдан бұрынғы 40 жылдан бұрын кішкене ғана ескерткіш бар еді жасаған. Ол ескерткіште тек қана соғыста қайтыс болған аталарымыз ғана бартығын. Ал енді одан кейін де сол аталарымыздың барлығы бүгінгі күні таусылды. Барлығы өмірден өтті. Ең соңғысы осы 19 жыл өмірден өтті. Сол кісілердің бәрін біз енді осы түгелдейік, осы тақтаға жазайық. Ерліктері мәңгі өшпес, келесі жас ұрпаққа үлкен бір тәрбие болсын деп осы мектеп Мұхтар Әуезов атындағы мектептің алаңына осы ауыл болып келісе отырып мектеп басшылығыменен шешім қабылдап биылғы жылдың басынан бері осы жігіттер бүгінгі күні іске асырды. Біздің ата-бабаларымыздың ерлігімізді ешқашан ұмытпаймыз. Аталған ескерткіш Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің демеушілігімен салынған. Жалпы Ордабасы ауданы Қайнар елді мекеніндегі соғыс қатысушыларына арналған жаңа монументті жасау, оны қайта жаңғыртуға 4 миллион 280 мың қаражат бөлінген. Нәтижесінде биіктігі 2 метрлік тас тұғыр, оған қойылған отан қорғаушы сарбаздың мүсіні, соғыс ардагерлерінің есімдері жазылған гранит тақтайшалар, мәңгілік алау және биіктігі 5 метрлік 3 темір тұрбаға жазылған ескерткіштің төлқұжаты жасалды. Аталған жұмыстарды орындау бір ай мерзімде толық аяқталған. Батырларға арналған ескерткіштің ашылуына ордабасылықтар өз алғыстарын білдіріп, майдангерлердің есімдері ұлықталып жатқанына қуаныштымыз дейді. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында мына жерде біз жаңағы көп елде соғысқа
бұрынғы деректеріміз бойынша 60 боздақ аттанды деп едік. Кейін осы рухани жаңғыру аясында оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарының арқасында 24 жаңағы атамыздың қосымша тағы да аттанып олардың елге 84 боздақтың оралмағанын, оның ішінде оралғандарының 57-сі кейінгі жылдары 43-44 жылдары аттанып, 57-сі қайтып елге оралып, осы елге қызмет жасап, Қайнар елді мекенінің өсіп өркендеуіне жұмыс жасаған, бұрын елге есімі танымал болмаған азаматтарды міне біз осы рухани жаңғыру аясында жас ұрпақтың патриоттық тәрбиесін жаңағы отансүйгіштікке баулу, осындай тәрбие жұмыстарын жүргізудің арқасында міне осындай жаңа есімдер анықталды. Енді осы елдің азаматтарына, Мұрат Тағайып ағамызға осындай мәрт өзінің жаңағы елін сүйетін, жалпы мынау елге, жас ұрпаққа жақсы жағынан көрсете білген ағаларымызға мыңда бір алғысымызды айтамыз. Құрылыс басы осы қазір біз тұрған жерде бұрын ескі монумент болған, 82 жылы соғылған. Бердіқұл ағай айтты, соны өзіміз соққанбыз кезінде де мектепте оқып жүрген кезде, соны бұзып, мынау демеушілердің арқасында кеңейтіп, бұрын 10 метр квадрат болған, қазір соны 140 метр квадратқа дейін кеңейтіп, міне қандай керемет шықты. Жақсы болды. Мынау тұғырнаманың өзі асты 2 метр, үсті 1,80. Монумент ата-бабалардың аты жөні 4-те 3-ке жазылды. Ол да үлкейтілді. Тақтайша тізімінде 141 соғыс құрбандарының есімі бар. Оның 84-і ұрыс даласында отан үшін опат болса, 57-сі туған елге аман-есен оралып, бейбітшілікті нығайтумен туған жерді көркейту үшін әр салада еңбек еткен. Салтанат Рүстембек, Ақжол Рахманқұлов, Абылай Айдарбеков, Хайқа қоғамдық телеарнасы.